Кешіресіз, махаббат кеңесін беретін адам осында тұрады ма? Жақсы. Қандай жігіт ұнап жүр? Суретін мұнда әкел. Негізінде сіз оны білесіз. Алдында кездестіріп қалған жігіт Джунну. Жоғарыда тұратын нақұрыс па? Енді не? 3 жыл бұрын кездескен кезде мен оны сүйіп қалдым. Бірақ біз тек музыка жайлы ғана сөйлесеміз. Мен оның курстас қана сияқтымын. Мүмкін оған сырт келбетің ұнамайтын шығар. Мүмкін сен оның талғамынан емес шығарсың. Қайткенде де хоббиің қандай? Мотоцикл жүргізу. Мотоцикл? Көргің келмей ме? Міне. Сен барып тұрған батыл екенсің. Оған бірге жүргізуге ұсыныс жасадың ба? Олай болса, қуанып қалар едім. Онни, оны маған ғашық ете аласыз ба? Сол үшін ғана топқа кірдім. Маған көмектесіңізші, өтініш. Оны мотоциклдің артына отырғызып алып, бір жаққа барғым келеді. Ол туралы ойласам, жүрегім қатты соғады. Не айтарымды білмей, қобалжимын. Бұл махаббат қой, солай ма? Менің бір ойым бар. Оның жүрегін жалаудың бір тәсілі. Қандай тәсіл? Бір шартпен ғана айтамын. Егер екеуіңді қоссам, бұл жерден екінші қараларыңды көрмейтін болайын. Бұлай болмайды. Біз сосын бұндай жерді қайдан табамыз? Жоқ. Осының бәрі іске асады деп ойлайсыз ба? Мынауың қандай адам? Айтсам мүмкін сенбессің. Менің 1000 жылдық тәжірибем бар. Не ары, не бері емес. Тура бір айдан кейін қосыласыңдар. АБК студио ұсынады. Дыбыстаған Әйгерім, аударған Манго фансап тобына алғысымызды білдіреміз. 1000 жылдық махаббат. Екінші бөлім. Оны өзіме ғашық ете аламын ба? Хип-хоп лидері 24 жастағы Юджуну. Ол диджей әрі продюсер. Шоуға 3 ай қалғанда бас рэпер Юнгю ақшаны алып қашып кеткен. Ал топ болса дағдарысқа ұшырады. Оның лақабаты Тасмүсін. Бала кезде ата-анасы қайтыс болған. Еш қолдаусыз өсті. Оның тек музыкасы ғана бар. Ол ешқашан ғашық болмаған. Джунну, мен негізінде екеуміздің арамызда бір нәрсе болғанын қалаймын. Мен де қалаймын. Шын ба? Не болғанын қалайсың? Қабырға. Оның достары оған тек жігіттер ғана ұнайды деп ойлайды. Ей, тағы да ән жазып жатырсың. Бірақ бұл расында да олай емес. Неге бүйтесің? Ол мүлде жалғыз. Ол басқалармен жақсы тіл табысады. Ал саған келгенде телефонына немесе басқа жерге қарайды. Солай ма? Я,
Саған қоңырау шалғанда қысқа сөйлеп, әзіл түсінбейді. Бет әлпетті тез ұмытып қалады. Солай ма? Сонда да Бұның өте өкінішті әрине. Бірақ сенімен сөйлесіп отырғанда басқа жерге қарап отырады. айтпақшы, сіз бұның бәрін қайдан білесіз? Йонджи, мені жақсылап тыңда. Барлық еркектер әлсіздер. Чосон уақытында болғанда өзімшіл Лиу. мінсіз болғандықтан Лиуді сүйіп қалдым. 월침상경에 온 뜻이 전혀 없네. 추풍해지는 입소리. 인성과 Ол 재능이 таңғаларлықтай талантты әрі оқымысты еді. 전혀 흔들림이 없는 인물이었지. жанымдағы монахтар оны тірі Будда дейтін. 칭할 정도였으니. 대체 무슨 Қандай 책이길래 кітап оқып отырсыз? 그리 빠져 계신 겁니까? Ол ешқашан маған қарамайтын. Сондықтан білесің бе мен оған не істедім? Осындай жігіттердің немен айналысатынын білесің бе? Бұл оны күлдіруге мәжбүрлеу. Қанша сұрақ қоймай, ол жауап бермейді. Ол телефон. Егер бірге ұзақ уақыт күлетін болсаңдар, жақындаса бастайсыңдар. Содан кейін ол саған көп назар аударатын болады. Барлық жігіттер осындайды жақсы көреді. Джуннуды тас мүсін дейді. Ол әзілге жақын емес. Сен бұған уайымдама. Логикалық күлдіретін сұрақтар ежелде танымал болған. Ол нәрсе қазір де танымал болу керек. 10 шам жанып тұр, екеуі өшті. 8 дана? Өшкен екеу. Қашан таңғы ас ішпейсің? Кешкі уақытта. Енді сен байқап көр. Әзілді қалай айтамын? Ойлап таба алмайсың ба? Онда бір кез келген сөз айтып көр. Мен соған орай бір нәрсе ойлап табамын. Аю? Сіз аю қандай? Ол мармелад. Вау, оңай. Қағып алып, тастай алмайтын. Не? Саған әлі дайындалу керек. Джунну оппа. Мен неге шақырдың? Мен сені дайындадым. Сен оны оңай күлдірте аласың. Бірге тамақтанбағанымызға көп болды. Ал бұрын біз бірге тамақтанып па едік? Менің есімде жоқ. Айтайын дегенім, бұрын ішпедік. 이런저런 일로 힘들 텐데. Дәмді бір нәрсе алғым келіп тұр. 나 용돈 받았거든. Сондықтан 먹고 싶은 мен 거 үйлестіремін. 아무거나 Не тапсырыс берсем де бәрібір ме? 골라. 안 돼. Болмайды. 시켜먹지 Джи, 말고 не жегісі келеді, 데워 먹고 соған 해야지. тапсырыс бересің. Кешіресіз, маған мисо рамен. 저기요, Кешіресіз, 미소라면 бұған 말고 қоса юсо рамен жоқ па? 없나요? Бізде ондай рамен жоқ. 저기요, кешіресіз, 여기 메뉴에 мұнда 보니까 алмазды соус делінген бе? 다이아몬드가 들어있네요. Не? Қайда жазылған?
сіз бадамды салғандықтан бұл дақсыз бадамға айналады ғой. Сондықтан дақсыз. 손님 센스 있으시다. әзілге жақын екенсіз. Тағы айтыңызшы, балаларыма айтайын. Сөйлесіп болсаңдар тамақтанайық. Мисорамен әкеліңіз. Оның расымен де есі дұрыс емес. Мына ақмақ қыздар жайлы түкті де білмейді. Қымбатты Мисо, мазасызданып тұрсың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Онда 이것 좀 мынаны 가져가 줘. қабылдай аласың ба? 내 Менің 마음 жүрегім. Жақсы, сау болыңыздар, абай болыңыздар. Өтінемін, 좀 махаббатымды қабыл ал. осында келгелі 10 жыл бойы танитын жалғыз адамым. ол Кореяда туылғанымен есімі Джейсон. егер саған жауап керек болса, мен айтайын. Сен өте сұлу, әдемі, көріктісің. Ұзын бойлысың, кең иықты, қуаттысың. Кез келген қыз саған ғашық болады, Джейсон. Бірақ сен менің талғамымдағы адам емессің. Аяқ астынан неге? Қай жерім ұнамай қалды саған? осы жылдары бір нәрсені ұқтым. Қымбаттым, саған тамақ әкелдім. Не болды? Неге басым ауырып тұр? Таудағы жәндіктер жаман ғой. Тағы да кеңіздер өтініш. Ұраным, жігіттерге ешқашан жолама. 내 좌우명이다. Джуну, фантазият жақсы көресің бе? Мел Гибсон үнемі тастамайтын қаруды білесің бе?
Былай тұр. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қосымша дауыс Сабира. Он жыл сайын көшуіме тура келеді. Кішкентай кезімде ұмытып кетіппін. Ал бұрын 10 жылдан да ерте көшуіме тура келетін. Сондықтан кейбір адамдар мені қартаймайтын зомби деп ойлайды. Не дегенмен өлімсіз болу оңай емес қой. Олай болса, менімен ауыссаңызшы. 3 ай ғана өмірім қалды. Бас тартпайтын едім. Ары бері көшу деген оншалықты қиын емес қой. Немене? Жоқ. Неге ол сенімен ауысуы керек? Сенің обыр ауруың оған дұрыс таңдау емес. Ендеше, неге екеуміз ауыспасқа? Қазір осында болғанымен түнде өте әдемі боламын. Мен бірінші сұрадым ғой. Кім бірінші төлейді, сол алады. Сендермен ешкім өмір ауысайын деп тұрған жоқ. Балапандарыңды өскенше санама деген.